Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5 сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 89 беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Use of English 7b. Comparative superlative adjectives. Салыстырмалы және күшейтпелі сын есімдер тақырыбында. Exercise 7, 7-ші жаттығудан бастаймыз. Read the table. Are there similar structures in your language? Таблицаны оқы және осы структуралар сенің тілінде бірдей ма дейді. Енді ережені оқайық. Adjectives, comparative, superlative. Comparative деген салыстырмалы түрде, superlative деген күшейтпелі түрдегі сын есім. Short adjectives. Бірінші қысқа сын есімдерден бастаймыз. Long, ұзын, longer, ұзынырақ. The longest, өте ұзын. Wide, кең, wider, кеңірек. The widest, өте кең. Big, үлкен, bigger, үлкенірек. The biggest, ең үлкен. Heavy, ауыр, heavier, ауырлау. The heaviest, өте ауыр. Longer adjectives, ұзын сын есім. Beautiful, әдемі. More beautiful, әдемірек. The most beautiful, ең әдемі. Irregular adjectives, бұл тұрақсыз сын есімдер, жасалуы ерекше болады. Мысалы, good, жақсы. Better, жақсырақ. Best, ең жақсы. Bad, жаман. Worse, жаманырақ. Worst, ең жаман. Енді осы ережеге сәйкес етіп, жаттығулар орындаймыз. Exercise 8, 8-ші жаттығу. Put the adjectives in brackets into the comparative. Жақшаның ішіндегі сын есімдерді салыстырмалы түрде қойып шық деген. Біріншісі, Tigers are faster than panthers. Жолбарыстар пандерлерге қарағанда жылдамырақ. Екіншісі, They live for more years than panthers. Олар панзерлерге қарағанда көп өмір сүреді. Үшіншісі, Tigers are heavier than panthers. Жолбарыстар панзерлерге қарағанда ауырлау. A tiger's tail is longer than a panther's. Жолбарыстың құйрығы панзердікіне қарағанда ұзынырақ. Бесіншісі, A tiger is stronger than a panther. Жолбарыс панзерге қарағанда мықтырақ. Алтыншысы, Tigers are more powerful than panthers. Жолбарыстар панзерлерге қарағанда күштірек. Бұл 8-ші жаттығуымыздың дұрыс жауаптары. Келесі жаттығу. Exercise 9, 9-ші жаттығу. Put the adjectives in the superlative. Төменде берілген сын есімдерді күшейтпелі шырайда қойып жазамыз. Бірінші, The biggest seabird is the northern royal albatross. Ең үлкен теңіз құсы солтүстік корольдік албатрос. Екіншісі, One of the heaviest birds of prey is the Andean condor. Ең ауыр жыртқыш құстардың бірі анд кондоры. Үшіншісі, The ostrich has got the largest eyes of any land animal. Түйеқұс құрлықтағы жануарлардың ең үлкен көзге иесі. Төртіншісі, The strongest living bird is the North African ostrich. Ең күшті тірі құс солтүстік Африка түйеқұсы. Бесіншісі, One of the most unusual birds is the secretary bird. It has long legs, but it can't run. Ең ерекше құстардың бірі хатшы құс. Оның аяқтары ұзын, бірақ жүгіре алмайды. Алтыншысы, The Arctic tern is one of the most aggressive birds of Earth. Арктикалық терн жер бетіндегі ең агрессивті құстардың бірі. Біз күшейтпелі шырайда қолданған кезде сын есімнің алдына Z артиклі және сын есімнің өзіне est жалғаймыз.
Ал сын есіміміз ұзын сөз болса, оған the most сөзін жалғаймыз. Бұл 9-шы жаттығуымыздың толықтырушы жауаптары. Келесі. Мұнда ереже берілген екен. Adverbs of degree, дәреже үстеулері. Бұл үстеулерде бір нәрсе қысқартып немесе күшейтіп айтады. Мысалға қараймыз. Not very. Ducks are not very big. Үйректер өте үлкен емес. Quite. Sheep are quite big. Қойлар өте үлкен. Very. Өте. Horses are very big. Жылқылар өте үлкен. Extremely. Bears are extremely big. Аюлар өте үлкен. Бұл ережеде төрт сөйлемді бір-бірімен салыстырмалы түрде көрсеткен. Біздің тіліміздегі өте деп айтылғанмен, олар ағылшын тілінде үшеуі де үш түрлі дәрежені білдіреді. Осы ережеге қатысты төменде тапсырмалар берілген. Exercise 10. 10-шы жаттығу. Look at the table and form sentences. Кестеге қарап, сөйлемдерді құрастыр деген. Біріншісі, Giraffes have got an extremely long neck. Жирафтардың өте ұзын мойыны бар. Екіншісі, Rabbits have got quite small bodies. Қояндардың өте кішкентай денелері бар. Үшіншісі, Pigeons have not got very long tails. Көгершіндердің өте ұзын құйрықтары жоқ. Төртіншісі, Goats have got very big horns. Ешкілердің өте үлкен мүйіздері бар. Бесіншісі, Elephants have got extremely big ears. Пілдердің өте үлкен құлақтары бар. Бұл жерде үш галочка қойылған жерде extremely қолданылады, ал екі галочка қойылған жерге very, бір галочка қойылған жерде quite қолданасыңдар, ал x қойылған жерге have not қоямыз. Келесі тапсырмаға көшеміз. Exercise 11. 11-ші жаттығу. Use the adjectives heavy, strong, fast, thin, dangerous to compare these animals: bears, sheep, rabbits. 11-ші жаттығуда аю, қояндарды, мына берілген сын есімдерді қолдана отырып салыстыру керексіңдер. Heavy дегеніміз ауыр дегенді білдіреді. Strong мықты, fast жылдам, thin арық, dangerous қауіпті. Енді осы жануарларды бір-бірімен салыстырамыз. Bears are stronger than rabbits. Аюлар қояндарға қарағанда мықтырақ. Bears are stronger than sheep. Аюлар қойларға қарағанда мықтырақ. Bears are heavier than sheep. Аюлар қойларға қарағанда ауырлау. Sheep are faster than bears. Қойлар аюларға қарағанда жылдамырақ. Rabbits are faster than bears. Қояндар аюларға қарағанда жылдамырақ. Bears are more dangerous than sheep. Аюлар қойларға қарағанда қауіптірек. Sheep are thinner than bears. Қойлар аюларға қарағанда арықтау. Rabbits are thinner than sheep. Қояндар қойларға қарағанда арықтау. Sheep are more dangerous than rabbits. Қойлар қояндарға қарағанда қауіптірек. Bears are heavier than sheep. Аюлар қойларға қарағанда ауырлау. Sheep are heavier than rabbits. Қойлар қояндарға қарағанда ауырлау. Sheep are stronger than rabbits. Қойлар қояндарға қарағанда мықтырақ. Келесі тапсырма, мұнда ереже берілген екен. Adverbs of manner. Сын қимыл үстеулер жайында. Adverbs of manner tell us how someone or something does something. Koala bears move slowly. How do they move slowly?
сын қимыл істеулері біреудің немесе бір нәрсенің іс-қимылын сипаттайды. Мысалы, коала аюлары баяу қозғалады. Қалай қозғалады? Баяу. Дәл осы ережеге қатысты 12-ші жаттығуды орындайық. Put the words in the correct order. Сөздерді дұрыс орналастыр деген. Біріншісі, eagles fly very quickly. Бүркіттер өте жылдам ұшады. Екіншісі, birds can sing beautifully. Құстар әдемі ән шырқай алады. Үшіншісі, tortoises walk extremely slowly. Тасбақалар өте баяу жүреді. Төртіншісі, tigers can swim well. Жолбарыстар жақсы жүзе алады. Бесіншісі, cheetahs run very fast. Гепардтар өте жылдам жүгіреді. Міне оқушылар, бұл 12-ші тапсырмамыздың дұрыс жауаптары. Осымен оқушылар, бүгін сендермен 89-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Видео ұнаған болса лайк басып, міндетті түрде арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қой. Достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше назарларыңа рахмет.